Достар, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге баклажан икрасын дайындайтын боламыз. Бұл рецепт өте жеңіл дайындалады. Жемістерді алдын ала духовкаға пісіріп керек емес, бірден еттартқыштан өткізіп дайындай бересіз. Бірге дайындап көрейік. Міне сәбіз, қызанақ, баклажан, бұрыш жинап әкелдік. Сынып тазалап жатырмыз. Достар, баклажанны икра дайындау үшін ең бірінші баклажанды турап суға салып аламыз. Сосын тұзды суға салып қоямыз. 10-15 минутқа тұзды суға салып қоямыз баклажанды. Бұрыш пен қызанақты, сәбізді еттартқыштан өткізіп аламыз. Пиязды осылай турап аламыз. Жемістерімізді бәрін еттартқыштан өткізіп алдық. Енді бір порцияға 200 мг май құямыз. Майды құйып, ең алдымен пиязды қуырып аламыз. Плитамызды қосып, қыздырып аламыз. Сосын қызғаннан кейін азайтамыз. Пиязды саламыз. Пиязды сарғыш түсті болғанша қуырып аламыз. Енді сәбізді саламыз. Икран жасағанда, егер осылай жеке-жеке қуырғыңыз келмесе, барлығын бір-ақ салып, дәмдірек болсын десеңіз, жеке-жеке қуырған дұрыс. Енді баклажанды саламыз. Еттартқыштан өткізіп, дайындап қойғанмын. Баклажанды араластырамыз. 10-15 минутте араластырып тұрып, осылай қуырамыз. Баклажанның үстіне қызанақ пен бұрышты араластырып, енді 30-40 минут бұқтыруымыз керек. Баклажанымыз қайнап жатыр. Енді бір 20 минут қайнайды. Сосын дәмдеуіштерін саламыз. Дайын болып қалды. Дәмдеуіштерін қосамыз. 2 порция жасап жатырмын ғой, сондықтан 2 ас қасық тұз. Не қараңыздар. 3 ас қасық салам өзім, дәміне қарай. Тәттірек ұнаса, көбірек қосасыз. 1 ас қасық, 2, 3 ас қасық салдым. Дәміне қарай саласыздар. Чеснокты қосамыз. Енді 2 ас қасық сірке суын қосамыз. 9%. 1 порция болса 1 ас қасық. 1, 2. Барлығын қосып болдық. Енді біздің икрамыз дайын болды. Енді 1 минут араластырып, банкаларға құя береміз. Достарыме стерилденген таза банкаларға икрамызды саламыз. Достар, менің видеоларымды көріп, маған қолдау көрсетіп жатқандарыңызға көп рахмет. Мен үшін ол өте маңызды. Келесі жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.